Саламатсыздар ма? Қазақстанда ертең 20 қараша кезектен тыс президент сайлауы өтеді. Биылғы науқан бұрынғы сайлаулармен өте ұқсас. Бұл жолда кезектен тыс өтеді. Билікте отырған басшы қайтадан сайлауға түсіп жатыр. Сайлау қаншалықты әділ өтеді? Кандидаттар кім? Теледебат қалай өтті? Бүгінге дейін не белгілі? Bir шолып шығайық. Бұл жолы президенттікке кандидат болып тіркелгендердің көбін жұрт онша танымайды, кейбірі билікке етене жақын адамдар. Орталық сайлау комиссиясы президент болудан үміткерлер арасынан осы сайлауға кандидат етіп ресми тіркегендер тізімінде 6 адам бар. Қазіргі президент Тоқаевтан басқа 2 кандидат зейнет жасынан асқан, тағы біреуінің жасы 2024 жылы толмақ. Тізімдегі 2 кандидат әйел президент жанындағы әйел істері және отбасы демография саясаты жөніндегі ұлттық комиссия мүшесі. Кандидаттарды атап кетсек, қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев, Аманат кәсіподақтар бірлестігі ұсынған Мейрам Қажыкен, Ауыл партиясының кандидаты Жигули Дайрабаев, кәсіби әлеуметтік жұмысшылар ұлттық альянсы ұсынған Қарақат Әбден, Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігі ұсынған Салтанат Тұрсынбекова, жалпы ұлттық социал-демократиялық партия ұсынған кандидат Нұрлан Әуеспаев. Қазақ Ньюс ақпарат агенттігінің тілшілері көшеге шығып, халықтан президенттіктен кандидаттарды қаншалықты танитынын сұрап көрді. Жоқ, танымаймын. Қазіргі президентке Үміткерлер ешқайсысын танымаған соң қалай дауыс беремін? Мен бұлар туралы ақпарат ештеңе білмейді. Бұлар туралы күнде телевизордан айтып жатыр ғой, бірақ мен бұларға ешқандай сенімім жоқ. Совсем енді күлкілі, мықты азаматтар бар ғой. Тоқаевты сайлаймын. Иә, содан көп үміт күтеміз енді. Содан басқа енді мыналар жай подставной лицо ғой бұлар. Танымайсыз ба? Біреуінен де пайда жоқ. Қай өтеді ғой, проблема нету. Әңгіме жоқ оған. Это самое. Енді сол кісіге нетеді, басқалары че бір-бірімен қырылысып нетіп жатыр. Там был бы человек 45, вот 50 лет. Никого не знаю, кроме президента. Да? Да. Президентке ғана дауыс береміз. Одан басқа адамдарды танымаймыз. Ой, танымаймын. Жалған сайлау ғой, несіне оны дауыс беремін? То есть по новостям я видела, да. Видели, да? Да, за действующего. За действующего? Да. Тоқаева? Да. Ага, почему? Меня все пока он вызывает больше доверия. Жоқ, танымаймын. Танымайсыз, иә? Жоқ. А кімге дауыс бересіз? Тоқаев па? Тоқаев жақсы адам. Сенесіз өзіңіз? Сенемін, иә, Тоқаев. Басқа үміткерлермен танысқан жоқсыз? Жоқ, танысқан жоқ. Біреуін де танымайсыз, иә? Жоқ. Аха, неге сенбейсіз ба? Кімге? Басқаларға? үміткерлерге, иә. Жоқ. Биылғы сайлауда дауыс беру бюллетеніне бәріне қарсымын деген графа енгізілді, бірақ бақылаушылар ол сайлауға еш әсер етпейді деп есептейді. Өйткені тіпті дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың жартысынан көбі бәріне қарсымын деп белгі соққан күннің өзінде сайлау жеңімпазын анықтау барысында ол есепке алынбайды. Тоқаев 2021 жылы қаңтарда парламент сайлауы өткеннен кейін сайлау бюллетеніне бәріне қарсымын графасын енгізуді ұсынған. Сайлау туралы заң талабына сәйкес президенттікке кандидат болып тіркелу үшін үміткер өзін жақтаған кемінде 118 мың сайлаушының қолын жинап тапсыруы керек. Үкімет биыл күзде өтетін кезектен тыс президент сайлауына шамамен 20 миллиард теңге қаражат бөлді. Қоғамдық пікір зерттеу орталығы сайлаудың қаншалықты әділ өтетінін сұрап, халық арасында сауалнама жүргізген. Орталық жүргізген сауалнамаға қарағанда Қазақстан халқының 84% алдағы сайлаудың әділ өтетініне сенеді. Саяси науқанға халықтың 76% қатысып, дауыс беруге ниетті. Зерттеу институты жариялаған деректе респонденттердің 78% Қасым-Жомарт Тоқаевқа дауыс беретіндерін айтқан. Қалғандарын жақтайтындар 3%-дан аспаған. Институт өкілінің айтуынша әлеуметтік сауалнама елдің барлық өңірін қамтыған. Оған 1200 адам қатысқан. Институт өкілдері тұрғындармен телефон арқылы сөйлескен. Сайлау алды санақ нәтижелерін көбіне билікке бағынышты зерттеу ұйымдары алдын ала зерттеп жариялайды. Бұл зерттеулер көбіне сайлау қорытындысымен сәйкес келіп жатады. Сарапшылар мұндай зерттеулерге күмәнмен қарайды. 11 қарашада Қазақстан президенттігінен үміткерлердің теледебаты өтті. Теледебатқа қазіргі президент қатыспады. Оның орнына Тоқаев сайлау штабының басшысы мәжіліс спикері Ерлан Қошанов қатысты. Теледебатта президенттіктен үміткерлерінің барлығы дерлік бір-біріне сынай сұрақ қойса да, қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бағдарламасына да өзіне де сын айтпады. Олар тіпті теледебатта Тоқаевтың өзі қайда екенін де сұрамады. За 7 лет будет построено 111 миллионов квадратных метров жилья, прежде всего для молодых семей.
Дебатқа әлеуметтік желідегі жұрттың пікірі де әрқилы. Қызық болғанын айтып мақтағандар да, керісінше тартысты өтпегенін айтып сынағандар да аз емес. Елдегі басты саяси науқанға бір күн қалды. Сарапшылар үгіт науқанының сылбыр өткенін айтса, кандидаттардың кейбірі президент болуды мақсат тұтпайтынын мәлімдеп қойған. Сайлауға 3 күн қалғанда Қазақстан ұлттық қауіпсіздік қызметі 20 қарашада елде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырмақ болғандардың ұсталғанын хабарлады. Комитет хабарлауынша, Алматы облысындағы қызметкерлер жүргізген арнайы операция кезінде 7 адам ұсталған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық кодекстің билікті басып алуды не ұстап тұруды насихаттау, не оған жария түрде шақыру, сол сияқты билікті басып алу немесе ұстап тұру, не Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгерту және жаппай тәртіпсіздік бабы бойынша тергеу басталғанын да хабарлады. Комитет күдіктілерінің есімін айтпады. Сразу ешқандай депутаттың, президенттің бәрінің шығасында айтатын, ағайындар, бүгін Алматы облысы ішінде осындай жерде. Комитет күдіктілер ел ішінде шу туғызып, қалаларды басып алу жоспарын құрған, әрі Астана мен Алматы қаласына басты назар аударған дейді. 18 қарашада Қазақстанның бас прокуратурасы жұртты президент сайлауы өтетін күні заңсыз митингіге шықпауға үндеді. Бас прокуратура хабарламасында әлеуметтік желіде тыйым салған ұйымның заңсыз митинг өткізу, қатысу және өзге де құқыққа қайшы әрекет жасауға шақырғаны жөнінде хабарламалар таратып жатқанын жазған. Ведомство аталмаған ұйымды терроризмді немесе зорлық-зомбылық экстремизмді насихаттайтын қозғалыс деп атап, оның қызметіне тыйым салынғанын атап өткен. Бұған қоса бас прокуратура сондай ұйымның шақыруына еріп заңсыз митингілерге қатысқандар құқықтық жауапкершілікке тартылатынын ескерткен. Прокуратура сот тыйым салған ұйымдар мен олардың артында тұрған адамдардың арандатуына ермеуге, олардың заңсыз әрекеттеріне қатысудан бас тартуға шақырған. Әзірге айтарымыз осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақ news.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше.